Бүгінгі оқушы ертеңгі еліміздің, жарқын болашағымыздың айқын бейнесі. Ұрпақ тәрбиесі, келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-жақты жетілген, ақыл парасаты мол, мәдени, ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу біздің де қоғам алдындағы борышымыз. Адалдық адам бойындағы асыл қасиеттің бірі. Осы асыл қасиеттерді ұрпақтарымыз үйдегі тәрбиеден және қоғамнан алмақ. Жасөспірімдердің оқу орнындағы тәлім тәрбиесі мен білімі оның тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Қазіргі таңда елімізде жас ұрпақты адамгершілікке, адалдыққа, парасаттылыққа, еңбекқорлыққа тәрбиелеу мақсатында түрлі пилоттық жобалар, кешенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сондай парасатты ұрпақ тәрбиелеп жатқан Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ гимназиясында Адал ұрпақ клубының жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.